Енді бізге кейінгі және де көптеген осы бүкіл әлем осы Қытаймен жұмыс жасап жатқандар қайсы сайтпен жұмыс жасайды? Көбінесе 1688-дің ішіндегі KG 1688 шетелге бағытталған, шетелге арналған зауыттармен жұмыс жасалады. Оны 1688 басты бетінен де табуға болады. Қарап отырсаңыздар, тілін қазірше аудармадым, өйткені тілін қазақша аударса, осының дизайны өзгеріп кетеді. Сондықтан қарап отырсаңыз, басты бетіне өткеннен кейін мына бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Сол жағынан салғанда бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Осы бесіншісі арнайы шетелге арналған сайт. Шетелге. Бұлар бүкіл әлем осы сайттарын көбінесе осы сайттан жұмыс жасайды. Осы сайтпен жұмыс жасайды. Ұмытпаңыздар, бесіншісі шетелге бағытталған сайт. Арғай осы бесіншісін басасыздар, секіріп біздің осы KG 1688.com сайтына кіретін болады. Егер сіздер бұл сәл қиын деп отырсаңыздар, тікелей сайтты жазған кезде бұл жерде 3W KJ.1688.com деп жазсаңыздар да шығады. Қазір KJ1688 KJ1688.com десеңіздер ме? Шығады. Осы үйінші шығып табылғанларыңызға болады. Енді арғай бұл өзі бір бөлек үлкен сайт. Әрине бұл жерде де қарап отырсаңыздар, атпен іздейді және фотомен іздейді. Сол арқылы іздеп табасыздар. Бұл жерде кез келген салалар да бар. Киім-кешек болсын, басқа салалардың бәрі осы. Ал бұның артықшылығы бұл шетелге бағытталғандықтан көбінесе негізінен бұл жерде тауардың сыртындағы әріптері, ішіндегі характерикалары көбі басқа тілде, көбінесе ағылшын тілде жазылатын болады. Қарап отырсаңыздар, мынандай жарнамалардың өзі басқа шетелдіктермен жарнама жасағандар. Төмен жағында өзі іріктеп жасап береді. Қандай киімдер болсын, спорттық киімдер болсын, үй тоқыма, киімдерді сылайды. Қарасаңыздар, осы киімдер шетелге бағытталған киімдер. Бағасы лайықты. Сенімдік жылда жақсы, сенімдік жылынан талайсыздар да. Көбінесе бұл кезде шетелге бағытталғандықтар көбі үлкен тексеруден өтеді. Сондықтан бұл жерде алдап кететін аз болады. Ең басына шыққанда негізінен сапалы зауыттар бірінші басына реклама арқылы шығады. Және де жоғары жағында сіз өзіңіз қалаған, мысалы Гуанчжоу өлкесінің өзінде бар, және де сатылымға ие болып жатқандар бар. Бағасы арзан. Бұл бүкіл әлемге сатылып жатқандағы сатылымға ие тауарлар. Яғни хит тауарлар десе болады, енді шығып жатқан. Бұның размерлері негізінен біздің осы Қазақстанның размерлерімен бірдей болып түседі. Алсаңыздар. Өйткені алдында көп кісілер 1688 тікелей сайттан алған киімдер кішкене болмаса тар болып қалған жағдайлар болды.
Оның алдын алу үшін киім-кешекті осы жерден алған дұрыс. Арасында бір зауытқа тоқталасыз, сол зауыттан талдап арқай жұмыс жасайсыздар. Мысалы, мына зауытқа кірдік, тауардың ақпараттары міне. Соңынан тағы да түсіндіріп кететін боламын. Тауарларды көресіздер. Сатылады. Мына жерде толық ақпараттар береді. Киім-кешекке байланысты үлкен кішілігі, қанша килограммда, қандай үлкендікті кию керек деген сияқты. Ал осы тауарларды сіздерде алып, рекламаға салып сатсаңыздар болады. Бірақ ескерте кететін, осы жерден сайттан алған кезде аз емес, көп мөлшерде алған бізге бәрімізге тиімді болады. Осы жерден көбінесе киім-кешек балалар киіміне алған кезде осы жерден тиімді. Өйткені бұл жерде стеллалар болсын, еуропалық стелла болады, яғни біздің стеллаға біраз сәйкес келеді. Мысалы, мына жерге сіздер де жазасыздар. Мысалы, біз балалар киімімізде көрейік бұл жерде. Қарап отырсаңыздар, міне балалар киімі деп іздедік, мына жерге жазып іздегеннен кейін бізге қарап отырсаңыздар мұндай мұншама тауар шығарып берді. Енді осы тауарларға біз өзіміз іріктеу жасауға болады. Балалардікі ма жоқ, ерлердікі ма, қанша жастағы бала, кішкене бала ма жоқ. Соның бәріне жоқ, Еуропа стилі ма жоқ, Корея стилі ма, бәрі бар. Қай өлкеде орналасқаны да маңызды. Гуандун өлкесінде, Чжэцзян өлкесінде біздің складтар осы екі өлкеде, осы екі өлкені талдап жасасаңыз болады. Сізге қанша сомадағы керек? Яғни сізге 1000 теңгелік керек па жоқ, 5000 теңгелік па жоқ, одан да қымбаттары өте сапалылар керек болса, осы жерден өзіңіз талдайсыздар. Қарап отырсаңыздар, бағасы әртүрлі. Мынандай тауарлар міне шамамен 30 юан деп тұр. 2000-ға жетпейтін бағада, 1500-нан жоғары. Осы сияқты тауарлар миллиондаған тауар тұр мына жерде. Соны ақырын өздеріңіз іріктеп жасап, қарап, көріп, бір зауытқа тұрақтасып, арқай заказ бермесеңіздер болады. Алдында біраз мәгезін ашам деген сіздер бар. Алдында мен өзім қолым тимей сіздерге реттеп, сіздерге зауытта реттей алмай қалдым. Алда уақытта оның бәрін сіздерге зауытты тұрақтағып, сіздерге көмектесіп реттесетін боламын.